Ол мені жалғыз зарплатамнан айырған күн. Ол сені Каспий банкқа ап барады, ин өміріңді ақтарады. Бір өкінбей от жанары кредит беруге оқталады. Сонда сенің зарплатаң көз алдыңда жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, алғаныңа өкінесің. Ала боздап таң атқанда кредит боп жетіледі. Сонда сенің зарплатаң қайттан соған шешіледі ме? Әлде банкрот десең кешіреді ме? Көке кезектен дозыпыдан зайымнан қарыз алып төлейтін кезде бермейтіндер, береттеуге келмейтіндер, бөтен өмір звондаса терлейтіндер, қарыздарын бермейтіндер. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бақыттың мазарында Алланың назарында жүре бересіз. Қазағым қара өлеңге құмар ерсін, сен дағы арды өлеңге мұра берсін. Сіздерге жаманшылық ойлағанның тіл жағын жаратқанын буа берсін. Қыздарыңыз, сіздердің келіндеріңіз жыл сайын батыр ұлдарды, ару қыздарды туа берсін. Сол немерелердің қызығына тоймай, екі құдағи жаялықтарын жуа берсін. Осы тілекке қосылған ағайындар аямай шапалақ мұра берсін. Қартайын дегенде мойымаңыз. Бір кісі 104-ке толып атқан туған күнінде жаңағы балдарынан сұрап жатыр дейді, мынау осы Жамбыл Жабаев деген қашан өлген десе, ол кісі 100-ге қараған шағында өмірден өткен ғой деп. Сөйтсе, жаңа атамыз айтып жатыр, осы сол қыршыннан кеткен деген ғой. Ойламаңыз. Жамбылдың жасына жетіңіз. Одан кейін қалаған жағыңызға кетіңіз. Ел ағасы болып қалдыңыз. Менің ағам керемет деген әнім. Қара түндей шаштарың, күндей көркем жүзіңмен арға бастадың. Еркелеген жас жаным, еркелетсе қашпадың, көзіңдегі көп сырды неге ашпадың? Тоқаша кетпеші, Аллахың аялап, ерніңмен үптеші, жүрегіңмен аймалап, көктемнен көкеші, бірін-бірі қайталап, жанымнан кетпеші, әппақ ару айқабақ, жанымнан кетпеші, әппақ ару айқабақ. Көркіңді кім сымайлы, қызыл кештей шырайлы, әппақ таңдай көрінген күлкің мұнайлы. Көңіл көзім жылайла, жүрек жасым айла, қолым жетпей өзіңе жаным мұңайла. Тоқаша кетпеші, Аллахың